Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен would you like және де I'd like пен танысатын боламыз. Және де do you like-тан айырмашылығы не? Жалпы would you like дегеніміз не? Would you like біреуге ұсыныс жасағанда немесе біреуді бір жерге шақырған жағдайда біз would you like-ты қолданамыз. Ендеше көп сөзбай мысалға келейік, сіздерге түсінікті болу үшін. Кеттік, алғашқы мысалымыз. Would you like some water? Would you like some water? Яғни су ішесің бе деген сөз. Мен ұсыныс жасап тұрмын. Ол адамға су іше ме, ішпей ме соны сұрап тұрмын. Would you like some water? Яғни бұл жерде сіздер жауап бересіздер. Yes, please. Yes, please. Я өтінемін деген мағынада. Яғни біз do you like тағында yes I do, no I don't деп жауап бермейміз. Яғни yes I would, no I wouldn't деп жауап бере алмаймыз. Біз айтамыз yes please. Кеттік, тағы да бір мысал. Мысалы, шоколад жейсің ба? Would you like a chocolate? Would you like a chocolate? Шоколад жейсің ба? Егер сіздің жегіңіз келмей тұрса, сіз айтасыз no thanks. Жоқ, рахмет. No thanks. Жалпы бұл мен ұсыныс жасаған жағдайда осылай жауап беремін. Would you like some water? Су ішесің бе? Yes, please. Would you like a chocolate? Шоколад жейсің ба? No thanks. Түсіндік қой. Енді екінші түрі мен және сіздерге айттым. Would you like бізде яғни біреуді бір жерге шақырған жағдайда қолданамыз. Мысалы, кетті. Серуендеп қайтуға қалай қарайсың? Немесе серуендеп қайтайық. Would you like go for a walk? Would you like to go for a walk? Яғни серуендеп қайтуға қалай қарайсың? Енді қараймыз, егер сіз келсеңіз, егер сіздің барғыңыз келіп тұрса серуендеуге, онда сіз жауап бересіз yes, I'd love to. Yes, I'd love to. Мен барғым келіп тұр. Яғни yes, I'd love to деген мағынада, мен сенімен бірге серуендеуге барамын, немесе серуендегім келіп тұр деген мағынада. Yes, I'd love to. Яғни сіз келісіп тұрсыз. Мысалы, тағы да бір мысал келтірейік. Мысалы, менімен бірге матчқа барасың ба? Would you like go to go to the match? Яғни матчқа, match with me. Менімен дейік. With me. Would you like to go to the match with me? Сен менімен бірге матчқа барасың ба? Яғни, егер сіз бара алмайтын болсаңыз, сіз айтасыз sorry, I can't. Яғни, мен бара алмаймын. Sorry, I can't. Менің істейтін жұмыстарым көп. Немесе менің жұмыстарым көп. I have a lot of work to do. Жалпы бірінші мына жерде қатардағы сөйлемге қарайтын болсаңыздар, екінші қатардан айырмашылығы. Бірінші қатарда біз зат есімді қолданып тұрмыз, сондықтан да would you like some water? Көріп тұрсаңыздар, мен зат есімді қолданып тұрмын. Немесе would you like a chocolate? Артикль қолданып тұрмын. A chocolate. Енді екінші қатарға келіп тұрсақ, бұл жерде етістік тұр. Яғни would you like-таги біз to қоямыз. Would you like to go for a walk? Яғни етістіктің infinitive формасы қолданылады to-мен бірге. Келесіде мына жердер would you like to go to the match with me? Sorry, I can't. I have a lot of work to do. Кешірме, бара алмаймын, менің істейтін жұмыстарым көп. Түсініңіздер ғой, немесе маған көп жұмысым бар істейтін деген мағынада I have a lot of work to do. Енді жалпы would you like пен do you like-тың айырмашылығы не? Соған тоқталайық. Мысалы, would you like-қа мысал келтірейік. Сен кинотеатрға баратсың ба?
Hmm, would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Яғни сен кинотеатрға барасың ба? Енді қараймыз. Егер сіз барғыңыз келіп тұрса, мен бағана айттым, яғни сіз жауап бересіз yes, I'd love to. Себебі сіз барғыңыз келіп тұр. Yes, I'd love to. Енді тура осы сөйлемді, бірақ та біз do көмекші етістігімен қолданып көрейік. Мысалы, do you like going to the cinema? Do you like going to the cinema? Яғни саған кинотеатрға барған ұнай ма? Жалпы сөйлемнің жалпы мағынасы өзгеріп тұр, байқағандарыңыздай. Would you like to go to the cinema? Кинотеатрға барғың келе ма? Do you like going to the cinema? Яғни сіздер жауап бересіздер. Иә, маған ұнайды. Yes, I do. Yes, I do. Себебі маған ұнайды. Ал егер маған ұнамайтын болса, мен жауап берем. Екінші жауапты жазылайық. Сіздерге түсінікті болсын. No, I don't. No, I don't. Яғни байқағандарыңыздай, бұл жерде домен сұрақ қойылып тұр. Соответственно, мен домен жауап беріп тұрмын. Do you like going to the cinema? Yes, I do. Немесе no, I don't. Жоқ, бармаймын. Do you like? То есть саған кинотеатрға барған ұнай ма? Иә, ұнайды. Yes, I do. No, I don't. Жоқ, ұнамайды. Түсініңіздер ғой. Тағы да бір мысал келтірейік. Would you like some tea? Would you like some tea? Мысалы, шай ішесің ба? Сен жауап бересің yes, please. Yes, please. Немесе егер ішкің келмейтін болса, сен айтасың no, thanks. Yes, please. Немесе no, thanks. Would you like some tea? Yes, please. No, thanks. Бұл жерде ұсыныс жасап тұр, шай ішесің бе? Енді дәл осы сұраққа келейік. Енді домен қолданайық. Мысалы, do you like tea? Сол жерде мағынасы болып тұр, саған шай ұнайды ма? Яғни сен жауап бересің. Yes, I do. Немесе no, I don't. Егер саған ұнамайтын болса, бұл жерде опять-таки саған ұнай ма? Жалпы бір затты саған ұнайды ма? Жалпылама, мысалы, сіз істейсіз ба? Мысалы, do you like going to the cinema? Сіз кинотеатрға барған ұнатасыз ба? Do you like tea? Сіз шай ішкен ұнатасыз ба? Яғни would you like-тан айырмашылығы ол адамға ұнайды ма, ұнамайды ма, соны білу үшін біз do you like қоямыз. Ал would you like бұл ұсыныс жасаймыз, немесе жаңағындай бір жерге бір шақыратын жағдай болса, біз осы would you like-ты қолданамыз. Тағы да бір түрін көрсетейін, тағы да бір мысал келтірейін. I'd like an apple, please. I'd like an apple, please. Яғни, I'd like an apple, please деген мен алма алсам бола ма? Жалпы мағынасын жазып қояйын мына жерде. Can I have an apple? Can I have an apple деген мағынада жалпы мен алма алсам бола ма? Can I have an apple? Сізге бәрібір түсінікті болды деп ойлаймын. Енді дәл осы мысалды мен do you like пен қояйын. I like apples. I like apples дегеніміз, яғни маған алмалар ұнайды деп тұр. Жалпы жағдайда, яғни in general. Жалпылама түрде, яғни алма сізге ұнайды. Айырмашылық. Көріп тұрсаңыздар, айырмашылығы өте көп. I'd like an apple, please. Алма алсам бола ма?
немесе I like apples, маған алмалар ұнайды. Бұл жалпы сізге алмалардың ұнайтыны туралы айтып тұрмыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойсаңыздар тіптен жақсы болады. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.